Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем, арнамызға жазылыңыздар да, денсаулықты бірге сақтайық. Ұйқыны жақсартудың 35 кеңесі, 50-60 жастан кейін. 1. Тұрақты ұйқы кестесін ұстаныңыз. Күн сайын бір уақытта ұйықтап, бір уақытта ояныңыз. Бұл биологиялық сағатты реттейді. 2. Ұйықтайтын бөлмені жайлы етіңіз. Бөлме тыныш, қараңғы және салқын болсын. 15-19. Жақсы матрас пен жастық пайдаланыңыз. 1. 3. Кешкі уақытта экраннан алыстаңыз. Ұйықтардан 1 сағат бұрын телефон, теледидар, компьютер қолданбаңыз. Көк жарық мелатонин өндірісін тежейді. 1. 4. Кофеин мен алкогольден аулақ болыңыз. Кешкі уақытта кофе, шай, шоколад ішпеңіз. Алкоголь ұйқыны бұзады. 1. 5. Кешкі асты жеңіл ішіңіз. Ұйықтардан 2-3 сағат бұрын жеңіл тамақтаныңыз. Ауыр, майлы, ащы тағамдардан аулақ болыңыз. 1. 6. Күндіз белсенді болыңыз. Жаяу жүру, жеңіл жаттығулар ұйқыны жақсартады. Бірақ кешке қарай ауыр жаттығулар жасамаңыз. 1. 7. Кешкі уақытта тынығу жаттығуларын жасаңыз. Терең тыныс алу, медитация, йога көмектеседі. 1. 8. Жылы душ немесе ванна қабылдаңыз. Бұл денені босаңсытып, ұйқыға дайындықты жеңілдетеді. 1. 9. Ұйықтар алдында кітап оқыңыз. Телефон орнына кітап оқу миыңызды тыныштандырады. 10. Ароматерапияны қолданыңыз. Лаванда, түймедақ иістері ұйқыны жақсартады. 1. 11. Күнделік жүргізіңіз. Күнделікті ойларыңызды жазу миды тыныштандырады. 12. Кешкі уақытта сұйықтықты шектеңіз. Түнде жиі оянбау үшін ұйықтардан 1-2 сағат бұрын сұйықтық ішуді азайтыңыз. 1. 13. Тұзды тағамдарды азайтыңыз. Тұзды көп тұтыну түнгі қан қысымын көтеруі мүмкін. 14. Тыныс алу жаттығуларын жасаңыз. 4-7-8 әдісі. 4 секунд тыныс алу, 7 секунд ұстап тұру, 8 секунд шығару. 15. Жұмсақ жарық пайдаланыңыз. Кешкі уақытта жылы түсті шамдар қолданыңыз. 16. Тек ұйқы үшін төсекке жатыңыз. Төсекте жұмыс істемеу немесе тамақтанбау маңызды. 17. Ұйықтар алдында жылы сүт ішіңіз. Бұл дәстүрлі әдіс ұйқыны жақсартады. 18. Кешкі уақытта жеңіл созылу жаттығуларын жасаңыз. Бұл шықеттерді босаңсытады. 19. Күндізгі ұйқыны шектеңіз. Егер қажет болса, 20-30 минуттан аспауы керек. 20. Медитацияны күнделікті әдетке айналдырыңыз. Бұл стресс деңгейін төмендетеді. 21. Төсек пен жастықты уақытылы ауыстырыңыз. Ескі төсек орын ұйқы сапасына әсер етеді. 22. Кешкі уақытта тыныш музыка тыңдаңыз. Жұмсақ әуендер ұйқыға көмектеседі. 23. Күндізгі уақытта күн сәулесін қабылдаңыз. Бұл биологиялық сағатты реттейді. 24. Кешкі уақытта тыныштандыратын шөп шайлар ішіңіз. Мысалы, түймедақ немесе мелисса шайы. 25. Күнделікті жоспар құрыңыз. Бұл миды тыныштандырады және ұйқыны жақсартады. 26. Кешкі уақытта ауыр ойлардан аулақ болыңыз. Теріс ойлар ұйқыны бұзады. 27. Кешкі уақытта экран уақытын шектеңіз. Телефон, теледидар, компьютер қолдануды азайтыңыз. 28. Кешкі уақытта тыныштандыратын хобби табыңыз. Тоқыма, сурет салу, музыка тыңдау сияқты. 29. Кешкі уақытта ауыр физикалық жұмыстардан аулақ болыңыз. Бұл ұйқыға кедергі келтіруі мүмкін. 30. Кешкі уақытта тыныштандыратын ванна қабылдаңыз. Бұл денені босаңсытады. 31. Кешкі уақытта ауыр тамақтанудан аулақ болыңыз. Ауыр тағамдар ұйқыны бұзады. 32. Кешкі уақытта тыныштандыратын эфир майларын қолданыңыз. Достар, дерт көп, денсаулық біреу.
Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық.